Сәлеметсіздер ме достар, бүгін біз банк омбудсманы туралы, яғни қаржы саласында құқықтарыңызды қорғайтын тағы бір маңызды тұлға жайында сөйлесетін боламыз. Мысалы, сіз банк тұтынушысыз. Банк тарапынан сізге несие бойынша пайыз дұрыс есептелмеді, не болмаса есепшотыңыз себепсіз бұғатталды. Банк қайта құрылымдаудан бас тартты. Бұл жағдайда сіз бірінші кезекте банкке барып мәселені анықтағыңыз келеді, бірақ ол сізге жауап бермейді. Осындай жағдайда не істеуге болады? Бұл мәселені шешудің бірден бір жолы банк омбудсманның көмегіне жүгіну. Банк омбудсманы банктер мен олардың тұтынушыларының арасындағы дау-дамайларды шешуге көмектесетін тәуелсіз тұлға. Ол банкке бағынбайды. Ол банктер және банк қызметі туралы заң аясында әрекет етеді. Омбудсманның шешімдері омбудсман туралы келісімге қосылған банктер үшін міндетті болып табылады. Қалай жүгіну керек? Алдымен банкке жазбаша шағым бергеніңіз жөн. Ресми жауапты күтіңіз. Әдетте банк 15 күн тізбелік күн ішінде жауап береді. Омбудсманға шағымданыңыз. Мәселенің мәнін сипаттап, шарттың көшірмесін, хат хабарламаларды, төлем құжаттарын және банк жауабын, немесе оның жоқ екенін тіркеңіз. Шағымды банк омбудсман KZ сайты немесе пошта арқылы және өзіңіз жеке барып өткізуіңізге болады. Қаралу мерзімі әдетте 30 күн тізбелік күнге дейін. Маңызды ақпарат. Банк омбудсманы барлық мәселелерді қарай бермейді. Мысалы, ол қылмыстық істерге немесе валюталық заңнаманы бұзуға қатысты дауларды шешпейді. Бірақ тұтынушы мен банк арасындағы даулардың басым бөлігінде ол сіздің мүддеңізді қорғайтын одақтасыңыз. Сізге үй тапсырмасын берейін. Мына жерде көрсетілген сайтты тауып алыңыз. Шағым түрін тауып, оны зерттеңіз. Омбудсманға жүгінуге мүмкін жағдайды ойластырыңыз. Сол шағымға керек болатын құжаттардың тізімін жасаңыз.